Қайырлы күн достар, сіздермен Идеал Кек парақшасы. Бүгін сіздермен хит болған трайфл десертін жасап көреміз. Дәмі балмұздақ секілді болып шығады, өте дәмді. Сол себепті видеоның соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыз, себебі алда бұдан да күшті рецепттер болады. Қамырын жасап аламыз. Ол үшін жұмыртқа, қант және де какао, ұн, қопсытқыш керек болады. Жұмыртқаның үстінен қантты салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқа өзінен 2-3 есе ұлғаю керек. Аппақ көбік болып шыққанға дейін жақсылап миксерлеміз. Үстінен құрғақ ингредиенттерді де салып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Қамыр дайын болды. Осындай консистенцияда шығу керек. Содан соң протеинге салып, 180 градуста қызып тұрған пеште 10 минуттай пісіріп аламыз. Піскен піспегендігін ағаш таяқша арқылы тексерсеңіздер болады. Осы ағаш таяқша құрғақ болып шықса, ол пісті деген сөз. Егер де піспей қолға жабысатындай болса, тағы да жақсылап пісіріп алуларыңыз қажет. Толықтай суытып болғаннан соң, осылай 2 бөлікке бөліп, пергаменттен босатып алдым. Кондитерлік дүкеннен осылай трайфлға арналған коробканы сатып алдым. Сіздерде бұндай коробка болмаса, кез келген үйлеріңіздегі бар ыдысқа жасай беруге де болады. 2 коробкаға жақсылап турап аламыз. Үстінен осылай сүтпен мен пропиткасын жасап алдым. Сол кезде дәмі одан да күшті болып, сочный болып шығады. Крем дайындап аламыз. Ол үшін кілеге қант ұнтағы және де творожный сыр керек болады. Барлығын бірден салып, миксермен жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде аздап сұйықтау крем болу қажет. Сол кезде кремнің кожаның үстінен салған кезде оңай жағылады. Крем дайын болды. Екеуіне де бірдей етіп бөліп салып аламыз. Жақсылап барлық жеріне жеткізіп, үстінен тегістеп шығамыз. Тегістеп болғаннан соң тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Қазір үстіне салатын ганашымызды дайындап аламыз. Ганашты дайындауға кілеге және де шоколад керек болады. Қазір біз осы кілегейді жақсылап ысытуымыз қажет, яғни қолмен ұстаған кезде күйетіндей болу керек. Себебі осы шоколадты үстінен осылай салып, жақсылап ерітіп аламыз. Кілегейді микроволновкада немесе ыдысқа құйып, газда ысытып алсаңыздар жеткілікті. Міне осылай дайын болып шығады. Үстінен екеуіне де бірдей етіп құйып аламыз. Жетпей қалған жерлерін қасықпен аздап дұрыстап жібереміз. Содан соң жарты сағат, 1 сағатқа мұздатқышқа қоямыз, яғни морозилкаға қоюымыз қажет. Сол кезде шоколад қатып шығады, жылдам болады. Үстінен осылай құлпынайлармен оформлениясын жасап алдым. Сіздер өздеріңізге ұнағандай етіп жасай берсеңіздер болады, немесе мүлде жасамай жей берсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Міне достар, трайфлымыз дайын болды. Дәміні көреміз. Біздің үйдегілер осы десертті өте қатты жақсы көреді. Сол себепті біз ай сайын, апта сайын дайындап жасап жейміз. Дәмі де өте керемет болып шыққан. Енді міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды. Жеген сайын жегін келеді. Енді тура балмұздақ секілді болып шыққан. Қонақтар келгенде де дайындауға да болады, оларға да қатты ұнайды. Сіздерге рахмет айтып, риза болып кетеді. Видео ұнаған болса лайк басып қойыңыз. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.